Бүгінгі таңда Алматы облысында эпидемиологиялық жағдай өршіп тұр десе де болады. Бүгінгі таңға 31.496 коронавирус инфекциясын жұқтырған адамдар тіркелетін болса, оның 20 мыңнан астамы аурудың симптомды түрі болып табылады. 28 мыңға жуық науқас аурудан емделіп, толық жазылып шықты. Қазіргі таңда дәрігерлердің бақылауында 880 науқас бақылауда тұр. Оның 467-сі стационарда емделіп жатыр, қалғаны амбулаторлық жағдайда үй карантинінде ем қабылдауда. Яғни күннен күнге мысалы Алматы облысы бүгін осы бір апта болды қызыл аймақтамыз. Осы өткен тәулікте 270 науқас коронавирус инфекциясымен тіркелген болатын болса, өткен аптада кеше 220 науқас тіркелген болатын. Сонымен қатар ауруханаға жатқызылып жатқан науқастар саны да көбеюде, яғни бізде кәдімгі ковид инфекциясынан бөлек ковид тәрізді пневмония деген ауруымыз бар. Яғни сондай науқастардың да саны көбеюде. Күннен ауруханаға 250-260 науқас жатқызылып жатқан жағдайлар бар. Енді бүгінгі таңда Алматы облысында инфекцияны алдын алу бойынша көптеген жұмыстар жүргізілуде. Яғни соның бірден бір құралы бұл вакцинация. Одан бөлек тағы да мысалы вакцина бұл бұрыннан ежелден келе жатқан барлық инфекциялық ауруларымыз осы вакцинацияның арқасында барлық осы ауруды жеңгенбіз. Яғни сол сияқты мысалы бұрынғы кезде оспа, қызылша, мысалы барлық инфекциялық ауруларды осы вакцинация арқылы вакцинаның көмегімен жеңгенбіз. Яғни қазіргі таңда да біздің алдыға қойған мақсатымыз да вакцинациялау. Яғни осы ауруды толығымен жеңіп, толық иммунитет қалыптастыру, яғни вакцина алу болып отыр мақсатымыз.